Анаңызға жасай алмаған жақсылықтар бар ма дейді. Ешқандай жақсылық жасай алмаған сияқтымын өз басым. Қазір анасы бар адамдар осы аналарын құрметтеп жатқан кезде ішің ашып тұрады. Шіркін-ай, анам тірі болса ғой депші. Анамыз біз үшін өмір сүрді, бірақ біз ол үшін өмір сүрмеппіз да. Кішкентай кезімде больницада көп жаттым. Мен анам да больницада көп жатты. Сонда өз больницада жатса да, бізді енді әуре қылғысы келмейтін, әйтеуір әуре болып неғып келесіңдер, керегі жоқ деп отыратын да. Өзін аямаған екен да анамыз ше. Ылғи бізді аяп жүріпті. Бірдеңе десе сөзін тыңдамай жүріп бара жатып тыңдау. Онша мән бермейтін біз кейде енді олар енді бір өзімізді кішкене білімдірек санап па, оларды білімсіз санадық па, сондай әйтеуір сөзіне көп мән бермедік. Бізде көбінесе аналарын сол бір 8 мартта бір разығып қойғысы келеді, сонымен құтылып кеткісі келетін сияқты адамдар мән бермейді да. Ол әр күні құрметтеу керек, тура 8 марттағы да енді олардың ойынша 8 мартта құрметтеу керек дейтін болса, онда әр күні 8 марттай болу керек қой. Енді оларды жоғалтып алып өкініп қалмас үшін оларды тірі кезінде қолдан келгенше құрметтеп қалу керек екен.